Аламан өнімдері қазақ нарығында кеңінен сұранысқа ие бола бастады. Ерлер денсаулығына арналған түрлі дәрумендердің ассортименттері де көбеюде. 2019 жылдан бері ұлт саулығы жолында қызмет жасап жатқан компания ел спортының жұлдыздарынан бастап қатардағы әрбір азаматтың сапалы өмір сүруін жіті назарда ұстап отыр. Еліміздің ММА спортының болашағы Саламат Есболаев кезекті жеңісін тіркеді. Енді ол UFC-ден ұсыныс түскенін күтуде. Ал кешегі күннің қаһарманы Қуат Хамитов әлі тағынан таймауда. Ол да жанкүйерлерді қуанту жолында аямай тер төгіп жатыр. Бұл жігіттердің спорттағы жетістігі тікелей Аламан өнімдерінің қолдауымен жүруде. Спорттағы чемпиондарымызбен бірге сіз де өміріңіздің чемпионы болыңыз. Аламан дәрумендерін қолданып, сапалы өмір сүру жолын таңдаңыз. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Жұма күні Таиландта бокстан 22 жасқа дейінгі ұлттық құрамамыз Азия чемпионатында өнер көрсетіп бастайды. Сондай-ақ мұнда қыздар құрамасы және 19 жасқа дейінгі жасөспірімдер командасы да бар. Әрине, мен негізгі акцентті жастарға бағыттайтын боламын. Өйткені нағыз қызықты шайқастар осы жерде болмақ. Бұл тарихи турнир, өйткені ол боксинг жасап отырған алғашқы құрлықтық сын. Қазақтар мұнда ұлттық құрамамызда жүрген кіл мықтыларын алып баруда. Идея бойынша Төрехан Сабырхан, Санжар Ташкенбай да қатысушылар қатарында болу керек еді. Бірақ Санжар бұрыннан ерлер құрамасында жүргендіктен оның кандидатурасы қарастырылмады. Ал Төреханды жіберетіндігі айтылған, алайда Сәрсекбаев қорытынды тізімге оны қоспады. Дегенмен мықтылар бар. Барлық жігіттерге сенеміз. Бұл азиялық турнир болғандықтан басты қарсыластарымыз өзбектер екендігі бесенеден белгілі. Командалық бас жүлдеге осы екі ел таласады. Күні кеше ғана олар Бұлғар қолғап шеберлерін зор ықыласпен шығарып салды. Федерация президенті қабылдап, Қылышев бастаған беделді бапкерлері баталарын берді. Осыдан алғысында олар жауапкершілікпен қабылдайтындықтарын байқауға болады. Жалпы мен мұнда өзбек стайл болады деп отырмын. Өйткені Бақыт өзбек боксының өкілі. Ол үлкен табыстарға Қазақстан атынан шығып жеткенмен, көршілес елде тұрып бокс әліппесін үйренген. Бірақ кейін Өзбекстанда тұратын ата-әжесінің тәрбиесінде болған. Түрлі жастардағы Өзбекстанның 7 дүркін чемпионы 2004 жылы әділетсіздіктерге тап болып, Олимпиадаға іріктеле алмағандықтан тарихи отанына ауысқан. Арғы тарихын өздеріңіз білесіздер. Өзбекстан бокс құрамасының бас бапкері Толқын Қылышев пен жастары шамалас. Сәрсекбаев 2 жасқа үлкен. Екеуі бір уақыттарда жасөспірімдер сапында бақ сынаған. Қылышев орта салмақта, ал Бақыт жартылай орта салмақта. Екеуі бір мектептен болып тұр ғой. Міне, осы үшін мен өзбек стайл болады деп отырмын. Мықты жекпе-жектер күтеміз. Сондықтан тағатсыздана күтіп жүрмін бұл Азия чемпионатын. Енді тағы бір көршілерге қатысты ақпаратты айтайын. Мұны енді көптеген көрермендерім жекеге жазып жариялауды сұраған. Әңгіме көкпар жайында. Өздеріңіз білесіздер, мен ұлттық спортқа көп тоқтала бермеймін. Дегенмен үлкен жарыстар туралы айтып жүремін. Былтыр Астанада көшпенділер ойындары өткенін білесіздер ғой. Ал осы кешенді жарыс аясында өткен көкпар бәсекесі үлкен даумен аяқталған болатын. Көршілес қырғыз ағайындарымыз көкпардан ұтылып қалып, жеңілістеріне көндікпей қойған. Төрешілерді айыптап марапаттауға шықпай әбден былық шығарған еді. Әрине, басы қасында болмағандықтан мен бейтарап баға бере алмаған едім. Негізі қандай да бір майда шүйде әділетсіздіктер болған да шығар. Бұл қандай да спортта болсын орын алатын жағдай. Олимпиадалық ойындарда да жергілікті спортшыларға бұра тартатын сәттер жиі кездеседі. Бірақ осындай аздаған келеңсіздіктер үшін үлкен дау көтерілгенін көрмедік. Сол жайтта өтті кетті күйінде қалу керек болатын. Дегенмен қырғыздар табиғатынан өшпенді ме, әйтеуір оны ұмыта алмай-ақ қойды. Әлі күнге дейін қит еткен оқиға орын алса, көкпардағы төрешілерді алға тартып әбден мезеткен. Енді осының нүктесін қойып олар. Келесі жылға көшпенділер ойындары осы Қырғызстанда өтеді. Міне сол ойынның бағдарламасынан көкпарды алып тастады. Өздерінің көкбөрілерін қалдырыпты. Бұл әрине әділетсіздік. Алса екеуінде алып тастау керек еді. Алмаса екі түрінде қалдыру дұрыс еді. Алалау болып тұр бұл сәт. Онсыз да әлем бойынша көкпарды өнер ретінде қабылдап, оны жетік меңгерген екі ел болса, ол осы қазақ пен қырғыздар ғой. Енді біздің тараптан бұл жарысқа көкпаршыларымыздың бармауын сұрап жатыр. Бойкот жариялау қарастырылды. Егер біз бармасақ, бұл ойындар аясындағы көкпар формальды жарысқа айналады. Еш қызығушылық болмайды. Қырғыздар оп-оңай жарысты ұтып алады. Сонда не болады? Осылайша көкпарға деген қызығушылық өшетте, ешкім ұтпайды. Ұлттық ойынымыз ғана ұтылады. Берекесін кетірді бұлар, ұлттық құндылықтарымыздың бірін. Мен бұл жағдайға қырғыздарды ғана айыптамаймын. Екі тарапта кінәлі. Бір-бірінен қызғанып, әбден мезісін кетірді. Ей, айналайындар-ау. Адалынан ойнап, жеңгенін құттықтап, жеңілгенін жұбатып жүрсек несі айып мұның? Түптің түбінде бұл жай ғана ойындағы жеңілістің құны ұлт жеңілісі болып саналмайды ғой. Ұмытылып кетеді бірақ сәтте. Өйткені қос елде де көкпардан басқа проблема жоқ дейсіздер ме? Одан да бірігіп жүріп көтеру керек қой. Әлемдік деңгейдегі додаға айналдырсақ несі айып? Маған салса екі елде де көкпарға арналған арнайы стадион салдыртып, жыл сайын
қос құраманы кездестіріп тұратын едім. Біреу Қырғызстанда, екіншісі Қазақстанда өтсін. Арена сыйымдылығы кемінде 30 000 адам болсын. Бара-бара оны өсіре түсіру керек. Әлемдік деңгейде маркетинг жасап, туристер ағылып келетін спорттық оқиғаға айналдырсақ қане, осы кезде ғана төл ұлттық спортымызда танымалдандырып қана қоймай, дамытатындай едік. Оның орнына қазір көршілес жатқан қос ел, қырғын топалаң болып жүрміз. Осы жағын ойлануымыз керек. Футболды жетістірмейді екенбіз, көкпарды көтерейік. Эль Классика деңгейіне 90 000 адам көрсін бір мезетте стадионнан. Қос ұлттың да абыройын асқақтататын мүмкіндікті көре білсек қой шіркін. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.